Бәріне сәлем. Теслаға Smart Money бойынша анализ. Жалпы дневкада, дневка таймфреймде не көріп тұрмыз? Так, мына жерде жұмыс бар. Ликвид шешкен және баға мына жаққа ұмтылып жатыр. Астындағы фракталға шешті, солай ұмтылады. Бара алмаған екен, тағы да шешіп астына геппен ашылып жеткен екен. Мына жақта бізде equal low болған, бірақ оны шешіп кеткен екен алдында. Енді закреппен денемен жауып алыпты. Мынаны өшіп тастайықшы. Ой. Мына equal low барлығын жапқан екен. Қазір премаркетте де 378-де тұр екен. Баға жалпы шортта. Мына жерде бізде қойым зонамызды белгілеп қойайық. Біздің қойым зона шортқа. Және біз қойым зонаның ішінен, бұл дневкада қойым зона құрып тұр. Мына жерлер бізде имбаланс болып саналады. Бұны қазір ішіне кірген кезде нақтылап аламыз. 4 сағатқа барам. 4 сағатта да менде осы аралық не болып тұр? Баға бізде тап-таза шорт болып тұр. 1 сағаттықты көрейін. Шешіп мынаған көм жасады. Мына. Так, закреп алған. Мына жерде денемен. Бұндай кезде ішіне кіріп 3 минут немесе 1 минуттық шорт зоналарды іздеймін. Шорт подтверждение іздеймін. Өткен астында қазір қарап аламыз. 1 сағатпен астын қарамаппын ғой. Егер мына жерді бұзып астына закреп жасайтын болса, бүйтіп мұны денесімен бүйтіп шорт қашамыз. Егер мына жақтағы мына свечканың төбесіне денемен закреп алатын болса, онда бүйтіп денемен закреп алатын болса, мынаның несі бар екен ғой, extended созылмасы, онда бүйтіп жоғарыға кетеді. Ой, пардон, бүйтіп закреп алатын болса, онда бүйтіп осы жақтан кетеді. Мынаның үстінен. Так, енді 1 сағатта бізде астында вообще жалпы қай жаққа бара жатыр. Оны біз историядан қараймыз. Не бар? Біздің жаңа equal low еді. Историяда менде 1 сағаттықта үлкен пой зона бар екен. Мына жерде пой зона. Мынау біздің не болады? Даже шешпеген мыналар equal low'лар екен. Ең төменгісі 67-те 30. Және мынау менде не дейді өз? Engulfing етіп тастады. Бұл жоғарыға көтеретін зона. Және мынау астындағы ликвидтер. Оның астында тағы бізде имбаланс бар. Еще engulfing бар.
осылай белгілеп қояйын. Ең жақын маңға ATR-ды есептегенде жалпы соңғы кезде қанша доллар қозғалып жүр биржа ашылғаннан есептейтін болсақ 11 доллар, иә. 11 доллар биржа осы жерлерден ашылатын болса бұзып кететін сияқты. Бірақ маған не бар? Ана жаққа 11 доллар. Тура екен. Биржа барысында қараймыз. Пока үлкен трендте шорт болып тұр. Көбінесе шортқа ТВХ іздеу керек. Бір сағаттан ең балансымды үшіп тастап. Ең баланс жоқ. Мына жерде менде ордер блок бар. Үш минутқа кіремді. Осы жерлерден 3 минуттық слоум деген секілді іздеп қараймын. Мен ойладым, дәл қазір егер мынаны бұзып астына түсіп кететін болса, онда стоп-лосс былай қойып кете беруге болады. Бірақ дегенмен мына жақтарға барып қалатын шығар. 380 деген бағалар, 81 деген бағалар қызық болып тұр. 3 минутта егер басына мән беретін болсақ, мына жерде слоум жасап кірген екен көреміз. Қазір биржа ашылған астынан 1 минут тоқташатын болсақ, егер наны алмаймыз, мына жақты да алмаймыз, мына жақта слоум. Әлі лонгқа слоум жоқ. Ал мына жақта шортқа слоум сразу берген. Міне, наны көріп тұрсыздар. Мына свечкан фракталы бар. Мына жердегі фракталға мені закреп берді ма? Позиция ашасыз, стоп мына жерде. Рискуйте бірінші минимум. И келесі минимумдар кете береді. Екінші, үшінші деп. Тейктің бәрін алып берген болады екен. Так, осы. Көбінесе шортты қарау керек. Енді бүгін шортты күте көрік. Көйімді бұзып кетпейтін шығар. Астында не бар? Ликвид бар 67-те. Үстінде де ликвид бар 82 ликвид алып құлауды мүмкін.